Видео басталмай тұрып арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Көшеде кетіп бара жатқанда, сәттіліктің арқасында азапты жағдайдан аман қаламын деп ойлап көрдіңіз бе? Найзағайлы сәлем. Өздерің де түсінгендей, бүгінгі видеода сәттіліктің арқасында ажал аузынан аман қалған адамдарды көрсететін боламын. Мотоциклшы көлікке соқтығысып, икемділік танытып, көліктің үстіне түсті. Егер жеңіл көліктің орнына басқа мотоциклшы болғанда, қазіргі көріп отырған видео басқаша болатын еді. Қатты дауыл кезінде үлкен ағаштардың астында тұру өте қауіпті екенін көбі біледі. Бірақ осы видеода ауа райы тыныш секілді. Бірақ ағаштың бұтағы еш себепсіз сынды. Ал бұтақтың дәл астында велосипедпен тұрған адам ауыр жарақаттан немесе бір ажалдың аузынан аман қалды. Теңіз сүңгуірі рефлексті дер кезінде қолданбағанда қазір бір аяғынан айырылушы еді. Ойыншы футбол алаңында жатқан тасқа ұқсас белгісіз бір затты алаңның сыртына лақтыра салды. Дәл сол сәттен кейін әлгі зат өздігінен жарылып кетті. Жарылу 1-2 секунд ерте орын алғанда, футболшы осы сәтте ауыр жарақат алушы еді. Экскаваторға немесе басқа да жүк көліктеріне ешқашанда сенімділікпен жақындамаңыздар. Көшеге шыққанда тосын жағдайлар әрдайым болуы мүмкін. Сондықтан қашанда сақ болыңыз. Құрылыс нысандарының жолға жақын болуы кейде өте қауіпті болуы да мүмкін. Белгісіз көлік жүргізушісі осыны байқап, жолда кептеліс жасады. Дәл сол кезде ғимарат өздігінен құлап түсті. Мотоцикл жүргізушісі биіктіктен секірді. Кенет доңғалағы тайып кетіп, абырой болғанда адамдарға емес, бөренеге соқтығысты. Көрермендердің бірі телефонмен сөйлесіп тұрған болатын. Бірақ ол ептілік көрсетіп, тірі қалды және ары қарай түк болмағандай телефонмен сөйлесуін жалғастыра берді. Ұшақтың қанаты бұл жігіттің дәл басынан өтті. Егер бұл жігіт жаңағы уақытта орнынан тұрып кеткенде, оқиға қайғылы аяқталар еді. Теңізге еш алаңсыз түсіп жатқанда, қасыңыздан 2 кит шықса қандай сезімде болар едіңіз? Бұл видеода дәл сондай оқиға орын алды. Осыншама күшпен ұшып келе жатқан доп көрермендердің біріне тигенде, ол адам біраз уақыт есін жия алмаушы еді. Осы кадрда әр көлік жүргізушісі көруі керек деп ойлаймын. Себебі жол ережесін түсінбейтіндер аяқ астынан тап бола қалуы мүмкін. Шананың үстінде отырған адамдар бір жаққа қарата аңғайлы құламағанда көліктің астында қалуы мүмкін еді. Алла сақтап, бұл адамдар аман қалды. Шаңғымен төмен құлдилау барысында видеоға түсіріп тұрған ойыншық тікұшақтардың бірі спортшының басына құлай жаздады. Тікелей эфирде түсірілген мына видеода журналист бір ажалдың аузынан аман қалғаны анық көрінеді. Бірінші турист арғы бетке секіргеннен кейін оның орны опырылып түсті. Қысты күні бұл жігіт шанамен зырғанау барысында бір емес 2 ажал қақпанынан аман қалды. Бұл видеодағы көмекші тақтаға дәл уақытында назар аударды. Әйтпесе бірер секундтардан кейін олар көрсететін ештеңеде қалмайтын еді. Екінші қатардағы сарбаздың қаруы абайсызда атылып кетіп, бірінші қатардағы сарбаздың бас киімін ұшырды. Ұшақ сіздің дәл төбеңізден өткенде ең маңыздысы дер кезінде еңкейіп қалу.
Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.